Қазақ ютубындағы кез келген жастағы көрермендерге арналған видеолар. Балка плей. Бай адамды кедейден не ажыратады? Неге кедейлер кедейлікте өледі және өздерінен кейін қарыздарын қалдырады, ал бай өз ұрпағын қамтамасыз етеді? Өз-өзімізбен адал болайық. Бай адамдар одан да бай бола түседі, кедейлер одан сайын кедейлене береді, ал орташа адамдар қарыздарына мәңгі құтыла алмайды. Роберт Кийосаки: ақша туралы адамдар мектепте емес, үйде біледі. Біз бұған ата-анамыздан үйренеміз деген. Бай әке, кедей әке кітабы екі әкесі мен Роберт Кийосакидің балалық шағының тарихына негізделген. Оның туған әкесі білімді және ақылды адам болды, бірақ қаржылық қиындықтармен үнемі күрескен. Екінші әкесі, оның ең жақсы досының әкесі, 8-ші сыныпта аяқтамады, бірақ Гавайядағы ең бай адамдардың бірі болды. Бала екі әкесінің қоршауында өте бақытты болды. Олардың әрқайсысы басқасына қарағанда мүлде өзгеше болды. Әлемге көзқарастары екі түрлі болды. Ең бастысы, ойлаудың әрбір түрін оның өміріне қандай әсер еткенін сезінді. Бірақ мұндай ерекше балаға бай ата-аналар не үйретеді және кедей адамдар үйретпейді? Екі әкем де күшті адамдар болды және өмір бойы жұмыс істеді. Айырмашылық тек ақшаға қатысты болды. Мысалы, біреуі ақшаға деген махаббат барлық зұлымдықтың түбірі десе, ал екіншісі барлық зұлымдықтың түбірі ақшаның болмауы деп айтқан. Олардың әртүрлі өмірлік жағдайларға қалай жауап бергені маңызды болды. Кедей әкем жиі былай деді: мен оны өзіме рұқсат ете алмаймын, ал бай әкем керісінше бұл сөздерді айтуға қатаң тыйым салды. Оның орнына ол өзіне: мен оны қалай өзіме бере аламын дейтін. Бірінші фраза арқылы біз тек өзіміздің әрекетсіздігімізге ақтауды табамыз және біздің ми демалады. Басқаша айтқанда, біз жалқауланамыз. Екінші сөйлем мәселені шешу туралы ойлануға мәжбүр етеді. Бұл физикалық жаттығуларға ұқсайды. Сіз қалай ойлайсыз? Қандай жағдайда нәтижеге тезірек қол жеткізе аламыз? Кедей әке былай деді: жұмыс істейтін жақсы компанияны табу үшін көбірек оқы, ал бай әкем: жақсы компания тауып, оны сатып алу үшін көбірек оқы дейтін. Бірінші әкем: менің бай болмауымның себебі менің балаларым бар дейтін. Екінші әкем былай деп айтқан: мен бай болуға міндеттімін, себебі менде балаларым бар. Кедей әкем ақшаға қатысты кезде қателесуге болмайды, тәуекел жасама деп ескертті. Ал бай әкем әрдайым тәуекел жасап үйрен дейді. Біріншісі, біздің үйіміз біздің ең ірі активіміз деп сенімді болды, ал екіншісі, менің үйім пассив. Ал егер сіздің үйіңіз сіздің ең үлкен активіңіз болса, сіздің жағдайыңыз мәз емес деп айтып берді. Бірақ кедей әкем: мен ешқашан бай болмаймын деп айтқан болатын, және ол дұрыс болды. Бай әкем: мен бай адаммын, және ол да дұрыс болды. Ол сондай-ақ бай адамдар мен ешқашан бай бола алмаймын деген сөз тіркестерін ешқашан айтпайтынына сенімді болды. Тіпті бай әкем банкрот болған кезде ол бай сияқты қарауды жалғастырды. Ол былай деді: кедей болу және банкрот болу ұғымдарының арасындағы айырмашылық бар. Банкрот болу уақытша құбылыс, ал кедейлік мәңгілік. Ақырында кедей әкенің кедейлігі аз ақша тапқандықтан емес, оның кедейлігі оның ой-пікірлері мен іс-әрекеттерінің нәтижесі болды. Біз кейде біздің ойымызда бар күш туралы ұмытамыз. Олармен абай болу керек. Олардың маңыздылығын сезініп, өзін-өзі бақылау керек. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. ВКонтактеде және Инстаграмда менің аккаунттарыма тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше.